после родов шаршайды әйел и так далее. Мысалға 2 сағат маған беспокоить етпеңдер, мен демалу керекпін деп, мысалы есігін жауып алып демалатын болса, ол сонда мысалға балалар енді кішкентай ғой, бұлар сен түсінбейді да шаршағаныңды, келгісі келеді, сен қасында болғысы келеді. Сондай кезде ол жаңа сіз айтып кеттіңіз, ол дұрыс емес деген сияқты. Сол жағы қалай? Енді бұл жерде дұрыс емес болғанда қалай, енді үнемі сондай мама болу дұрыс емес та. Ал бірақ өзіңе арасында демалуға рұқсат беру ол нормально. Енді бұл эгоизм емес та, Жанар ханым. Бізде осындайда енді эгоизм, бір нәпсіқұмарлық деп те кейде интерпретациялап жатады да, өзіңді ғана ойлап деп. Егер маманың денсаулығы жақсы болып, егер маманың көңіл күйі дұрыс болса, шын мәнісінде балаларда да, үйде де, отбасыда да тыныштық болады. Сондықтан әйелдер өзін бірінші орынға қойып үйренсе екен. Ешкімді өлтіріп қоймайды. Мысалы үйде ше, Алла сақтасын. Бірақ сол жарты сағат саған қаншама күш береді.